бірінші психологиялық ахуалды қалыптастыруға көтереді. Al bu takdir olan. Dost, onun tübürü dost, tırmaz dost sakisim, oğan taş şurnağı zağanı kıymıldı bizlerisi. Sabahta birbirimizi sıylayımız, tındayımız, vakti önemliyimiz, naқты дәл жауап береміз, сабақта өзімізді, шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды көрсетеміз. Тамаша, түсінікті ма? Маған етістік дегеніміз не? Етістік дегеніміз заттың қимылын іс-әрекетін білдіретін сөз табын етістік деп атаймыз. Етістік деген не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістік тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі және Тұлғасына қарай екіге бөлінеді деп тұр. Жанет, атап кетші. Етістік тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Туынды етістік және негізгі етістік. Негізгі етістік дегеніміз? Негізгі өмірден болған етістікті негізгі етістік деп атаймыз. Мысалы, көк киім, атта бие. Туынды етістікті бір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған етістікті туынды етістік деп атаймыз. Мысалға, Абай Құнанбайұлы берілген, үшіншісінде Бауыржан Момышұлы берілген. Берді ойлана салып тұр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Мекенінде дүниеге келдім. Әкем ел арасында ағаш ұстазы және етікші зергерлігімен танымал болған. Тоқта, қарай оқиды. Бір бал оқисыңдар, бір бал. Ұқсас тақырыпта берілген мәтіндерді салыстыр, ұқсастықтар мен айырмашылықтарын табасыңдар, бір бал. Тапсырманы шапшаңдықпен орында түсініксіз сөздерді теріп жазасыңдар, бір бал. Бірінші мәтінде Бауыржан Момышұлының өмір баяны туралы айтылған. Екінші мәтінде Бауыржан және бос құлыны туралы. Түсініксіз сөздер командир, запастағы фашистер. Ұқсастығы екі мәтінде Бауыржан Момышұлы туралы айтылған. Екінші мәтіндердің айырмашылығы. Бірінші мәтін өмір баяны айтылған. Екіншісі Бауыржан Момышұлы атқа мінген туралы айтылған. Үш. Түсініксіз сөздер. Запастағы, генерал-майор, командир, запастағы командир, генерал-майор, командир, айтты ғой, запастағы фашистер. Тағы бір сөз бар еді сөз. Үшінші жақтан айтылған. Ұқсастығы екі мәтінде Бауыржан Момышұлы туралы айтылған. Түсінік сөздер запастағы командир, генерал-майор. Командир, генерал-майор, дивизия фашистер. Сендер енді осы түсініксіз сөздерге анықтама ретінде айтып жатсыңдар ма? Запастағы командир не екен? Запастағы Басылығы не дейді? бір мүшесінің өмір баянын үлкендердің көмегімен жазып көрді. Үлкендердің көмегімен жазып көрді, иә? Тамаша балалар. Ондай болса,
Сендер қазір осы жерде жеке жұмыс жасайсыңдар. Осы үлгі бойынша қазір жұмыс жасайтын боламыз. Сендер енді қазір мамада дүниеге келдім. Әкем Шынжалиев Бауыржан, анам Қарибаева Гүлжайна. Мен 64-ші мектепте 3-ші сыныпта оқимын. Мен футбол үйірмесіне барып жүрмін. Тамаша, футбол үйірмесіне жетістіктерің бар ма сенің? 15-ші жылы 29-ші қарашада дүниеге келгем. Келдім. Менің туған жерім Шымкент қаласы. Әкем қызмет болып істейді. Анам мектепте жұмыс істейді. Мен жылы 3 сыныпта оқимын. Мен футбол үйірмесіне барып жүрмін. Тағы мектептегі қай үйірмеге барасың? Шахмат үйірмесіне барасың, иә? Домбыраға қашпасаң мектепте өте тамаша. Қалам. Желтоқсанда Жетісай қаласында туған. Әкем мектеп бітірген соң оқуға түседі. КЗТК-да барлау мамандығын алады. Ендемен Нұрай Маратқызы 2014 жылы 2 тамызда дүниеге келдім. Әкем Марат әскери қызметкері. Анам Динара Казгидромет мамандығын алады. Мен номер 64 мектепте 3-ші сыныбын оқимын. Мен математика үйірмесіне барып жүрмін. Өте тамаша, жарайды. Нұрдәулет, мына жерге келіңізші. Ал, келесіздер. Балалар, Нұрасы болды. Қараңдар, сергіту сәтіне арналған Дода Каядыр деген ойын екен. Балалар, бұл ойынның шарты осы допты бір-бірімізге лақтырамыз. Кімге бастырғаныңызда қандай тапсырма түседі, сол тапсырманы орындайды, жарай ма? Бір-бірімізге жетпейміз, сол себептен сәл жақын тұрыңдарда, сәл артқа жетпеген адамдарымызға бір қадам алға басып лақтырамыз, жарай ма? Ал мен қазір Маликадан бастаймын. Ал Малика, не түсіп саған? Досқа тілек айт. Нұрай, сабағыңды 5-ке оқып, күнде 5 ал. Жарайсың. Қалаған адамына лақтыр. Жақындап бар. Жақындап. Жанай, не түсті? Тілек айт кет. Ал, Жанай, тілек айт сенде. Тілек айтсың. Қандай тілек айтасың? Көмектесіңіз. Ал, ары қарай. Сендерге денсаулық? Ал, мақұл, жарайды. Ал, өзің қалаған бір адам лақтыр. Ой, Ерсанға бердің ба? Не дейді? Оқышы. Досқа тілек. Ал, мақұл, жарайды. Алдияр, сен сабағын жақсы оқы, ауырма. Тамаша, ал Ал Алдиярсты. Алдиярсты ал. Ал, Алдиярға, ал. Күлімсіре. Күлімсіре, кән? Ой, тамаша. Келесі. Аят. Күлкі сыйлы. Күлкі қалай сыйлайсың? Деп сендер күлкі сыйлайды. Ал. Асылбек. Құшақта. Ал, кімді құшақтайсың? Келесі. Бес жылы сөз айт. 5 жылы сөз. Қандай жылы сөз? Сыныптастарым ауырмаңдар, дендерің сау болсын. Мектепті қызыл дипломға бітіріңдер. Өте тамаша, жарайсыз. Келесіге. Қыздарға берсең, Нұрайға бер. Маған. Нұрайға бере ғой. Ал, Нұрай не түсті? Мынаны айтшы, орындашы сен. Сүйікті әнінің қайырмасы. Ал, сүйікті әннің қайырмасы. Айтамын. Жаныңа басса болама, барғанда жүрмейме кереккен ауада. Мен сені ауырташ, кетсем ауылға. Тамаша, жарайсың. Ал, біреуге лақтыр. Балқадишаға бере қойшы. Ал, Балқадиша. Не түсті? Құшақта дейді. Ал, кім құшақтайсың? Тамаша, келе ғой. Кімге бересің? Жансаяға береміз. Ал, Жансая. Не дейді Жансая? Күлкі сыйла дей ма?
Достарым күліңдер десе. Тамаша балалар. Бір сергіп қалдық па? Қалғандарымыз келесі. Кәне отыра қойыңыз. ұсақта. Ол ұсақта қандай сөз екен? Туынды. Туын дестік түбірі. Түбірі ұсақ, тар жинағы. Ұсақ қай сөз табынан болып тұр? Ұсақ Сын есі болып тұр. Жақсы, жарайды, тақтаға жаз. Барыш, сен осы сөздерді көшіріп жазасың да, сөйтіп осы сөздерді дыбыс жазасың. Саған қандай сұрақ түсті? Бауыржан Момышұлы. Кім? Бауыржан Момышұлы кім екен? Бауыржан Момышұлы атақты. Ал Әбу Бәкір